Шымкенттің қақ ортасында адам ұрлау, бұл қандай бассыздық? Жетісу облысында 7 жасар баланы зорлау ісі бойынша күдікті өмір бойы түрмеге қамалуы мүмкін. Алматы мен Шымкентте онкологиялық науқастардың құқығы бұзылған. Көпшілікті дүрліктірген нарықтағы картоп бағасы тұрақтады ма? Оразаны пайдаланып, алып-сатарлар тағы да азық-түлік бағасын шарықтатып жібермейді ме? Қазақстан қарулы күштері Ресейдегі әскери фаратқа қатыса ма? Ал ел ішіндегі әскери фаратқа қанша қаражат жұмсалады? Семейдегі мектептегі зорлық-зомбылық оқиғасы не белгілі? Шымкенттің қақ ортасында адам ұрлау, бұл қандай бассыздық? Желіде тараған видеода кешкі уақытта 4 ер адам бір азаматты ұрып-соғып көліктің жүк шалғысына күштеп салып жатыр. Оларды тоқтатуға тырысқан адамдар бар. Алайда бұзақылар көлікке мініп қашып кеткен. Бейнежазбаны кездейсоқ куәгер түсіріп алған. Оны әлеуметтік желіге жүктеген депутат Дәулет Мұқаев былай дейді: 90-шы жылдарға қайта оралдық па? Бұл не деген сұмдық? Мұндайларды заңның ең қатал талабымен жазалау керек дейді. Бүгінде белгілісі көлік табылған, 2 күдікті ұсталды. Ұрланған азамат айғақ беріп жатыр. Киноға бергісіз оқиғалар елде неге жиілеп кетті? Адамды көшенің ортасында ұрлап кететіндей не көрінді? Қауіпсіз қала, қауіпсіз ел дегенді мұндайда айтудың өзі әбестік пе дерсің? Жетісу облысында 7 жасар баланы зорлау ісі бойынша күдікті өмір бойы түрмеге қамалуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, Ақсу ауданы әкім аппаратының бұрынғы басшысы әрі Аманат партиясының мүшесі былтыр жазда ұсталған еді. Экс-шенеунікке қатысты арызды оның туысы жазып, 7 жасар ұлымды зорлады деп айыптады. Кейін сараптама бұл мәлімдемені растады. Мемлекеттік айыптаушы Ерлан Жантасов аталған істе күдікті өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасын талап еткен. Айыпталушы 2020 жылдың күзіне дейін Ақсу ауданы әкім аппаратын басқарған. 2021 жылы мемлекеттік қызметшілер арасында этика мәселелері жөнінде уәкіл ретінде қызмет атқарады. Осы жерін қайталап айтайын, мемлекеттік қызметкерлер арасындағы этика мәселелері жөніндегі уәкіл. Ал 2024 жылдың 31 наурызында оны аудандық мәслихат депутаты ретінде сайлайды. Арты мықтының дермен тартатынын естіп жүрміз ғой. Алайда дәл бұлай тартады деп кім ойлаған? Бетаулақ. Мәжіліс депутаты әкім орынбасары болды. Руслан Берденов мәжілістегі қызметін тоқтатып, Шымкент қаласы әкімнің орынбасары болып тағайындалды. Қателікті жасаудан қорықпайтын, алайда қателікті қайталаудан қорқатын экс-депутат Шымкенттің тумасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің менеджмент мамандығы бойынша білім алған. Сонымен қатар КИМЕПте магистратура дәрежесін алған. Берденов мәжілісте 2 жыл қызмет етті. 24 ақпанда жаңа қызметке бекітілді. Депутаты Руслан Арыспекұлы Берденовтың өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы сөз Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының мүшесі Смағұлов Асылбек Айжарқұлына беріледі. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті депутаттар, Шымкент қаласы әкімінің 2025 жылғы 25 ақпандағы өкімімен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Руслан Арыспекұлы Берденов Шымкент қаласы әкімінің орынбасары лауазымына тағайындалды. Құрметті Ерлан Жақанұлы, құрметті әріптестерім, құрметті партияластарым, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіндегі мен қызметім бүгін өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге шын мәнінде елдің игілігі үшін қаншама үлкен сұрақтарды көтеріп, қаншама күресіп, соңына жетіп, көпшілік мәселелерді талқылаған үшін, сіздердің араларыңызда болған үшін, мен үшін үлкен мәртебе. Бәлкім, елдің тарихындағы ең белсенді депутаттар шақырылымы болды осы. Осы сіздердің араларыңызда болған үшін, шынымен өте қуаныштымын. Сіздерді әрқашанда өңірде күтеміз.
сіздермен бірге әлі жұмыс жасаймыз. Сіздермен мен қоштаспаймын, тек қана көріскенше деп айтам. Барлықтарыңызға рахмет. Алматы мен Шымкентте онкологиялық науқастардың құқығы бұзылған. Алматыда қатерлі ісікке шалдыққан науқастар әлеуметтік жәрдемақыдан қағылған. Қаладағы медицина ұйымдары оларға мүгедектікке шығу үшін қажетті анықтама бермеген. Прокуратура дәйегінше, емханадағы басшылық құрамның 9 қызметкеріне тәртіптік жауапкершілікке тартылған. 8 науқасқа бірінші топтағы мүгедектік рәсімделді. Мұндай заңбұзушылық Шымкентте де болған еді. 103 науқас дер кезінде диагностикадан өтпеген. Жауапкершіліктен жұрдай 28 медицина қызметкері мен 14 бас дәрігері жауапкершілікке тартылған еді. Денсаулық сақтау жүйесіндегі осындай олқылықтарға қашан нүкте қойылады? Апталдай азаматтың әскерде комаға түсуін дәретханада тайып құлаумен байланыстырғанға кім сенеді? Бас әскери прокуратураның бірінші орынбасары Мақсат Қазиев әскерде мүгедек болып қалған мерзімді әскери қызметші Ербаян Мұхтардың ісіне пікір білдірді. Следствие ведется под особым контролем Генеральной прокуратуры, главного военного прокурора. На контроле Национальная гвардия на контакте с родителями. А кто последственно, не скажете? В настоящее время конкретных подозреваемых лиц по делу нет. Есть определенный круг лиц, они отрабатываются у нас следствием. Көпшіліктің қолдауымен, қауым бұқараның қолдауымен әскери қызметші Мұхтар Ербаян жарақат алған емді Турция мемлекетінде қабылдады. Бұл емнің бірінші кезеңі, әлі екінші кезеңінде күтуде. Ұлттық ұлан өз шамасымен заңға сай төлемдерін төленді, және де офицер-контрактниктер қолдарынан келгенше көмектерін көрсетті. Бұл жерде осыншама мөлшерде деп, ол мөлшер баланың дене алған жарақатын компенсация жасай алады деп те сізге айта алмаймын. Әке-шешесімен біз байланыстамыз, қолдарымыздан келгенше көмекті көрсетудеміз. Ал сұрағыңыз бойынша тергеу жұмыс жүргізіліп жатыр. Заңдық процедураларға сәйкес тергеу осындай жарақат немесе оқиға болған кезде әскери басқару органдары қызметтік тексеріс жүргізіледі. Ал бізге тәуелсіз әскери құқық қорғау органдары олар сотқа дейінгі тергеу ісін жүргізіледі. Осы қызметтік тексерістің нәтижесінде қандай да бір құқық бұзушылық немесе Мұхтар Ербаянға бір қысым көрсетілік фактілері анықталған жоқ. Әлде тергеу жүргізіліп жатыр, кез келген дәйектер болса, біз де өз жағымыздан қолдау көрсетуге дайынбыз. Сәл толықтырып өтсем болады. Қорғаныс министрлігінің тарапынан да бұл ұлттық ұланның әскери сарбаз деген бөлім жаратын іштеңіз жоқ. Біз өз жағымыздан да қолымыздан келген көмегімізді көрсетіп, әскери ұшақпен, біздің қорғаныс министрлігі әскери ұшағымен Түркияға емге барып жеткізіліп отқан осы сарбаз жеткізілді. Әрдайым болашақта да біз өзіміздің әзірлігімізді білдіреміз көмекке. Естеріңізге сала кетейік, Алматыдағы ұлттық ұланның бөлімінде мерзімді әскери қызметші құлап комаға түскен еді. Әскери бөлім жауабында сарбаз дәретханада өзі құлап басын кафельге соғып алынды делінген. Ал баласын аман есен аттандырған Ербаян Мұхтардың ата-анасы бұл нұсқаға сенбейді. Мынандай жарақаттармен Ербаян құлап қалып дегеннен не сұрайсыз? Мен мысалы Ербаянның құлады деген кезім айтам. Сонда немен Ербаян, мына басым мына жағымды да соғып алайыншы, мына жағымды да жырып алайыншы деп нетпеген шығар деймді. Адам осы құлағымен бір-ақ жағымен ғана құлап, бір жақ жарақат алды. Мына қолдан, жарайды құлаған өзіне де мына шынтақпен, иықпен нетіп құлады ғой, өзіміз де сөйтеміз ғой. Енді ана дәретханадан құлайтындай дәретхана емес, енді құлап баратқан өзінен бүйтіп ұстап қалады ғой. Немесе алға құлаған өзінен бүйтеді ғой. Қабырғадан ұстайды ғой. Айналып келгенде әскери бөлімнің бірінші берген жауабындай оқиғаға кафел кінәлі болып шықпаса жарар еді. Ал журналистер сауалына көрсетілген көмекті айтып, көлгірсіген шенділер адам орнын ешбір материалдық көмек толтыра алмайтынын түсінсе екен. Айта кетейік, Ақтауда әскери бөлімде сержант сарбаздарды ұрып соғып темекі тұқылын жегізіп қорлағаны айтылған еді. 7 ақпанда Ақтөбе соты аталған іс бойынша үкім шығарды. Сот сержанттың кінәсін толық дәлелденді деп таныды. Оны 2 жылға бас бостандығынан шектеді. 100 сағаттық мәжбүрлі еңбекпен айналысуға міндеттелді. Көпшілікті дүрліктірген нарықтағы картоп бағасы тұрақтады ма? Оразаны пайдаланып, алыпсатарлар тағы да азық-түлік бағасын шарықтатып жібермейді ме? Министрден сұрап көрдік. Картоп бағасының өсімі халықтың наразылығын тудырғанымен әлі күнге оң шешімін
тапты деп айта алмаймыз. Дәл қазіргі уақытта Магнум қосымшасында картоп бағасы 359 теңге. Ал біз бұл сұрақты ауыл шаруашылығы министрлігіне қойғанымызда, отанымызда елде қамбада картоп бағасы жеткілікті, тек бұл жерде алып сатарлардың әрекеті бағаны ойнатып отыр деген болатын. Енді сізге нақты сұрағым. Енді ауыл шаруашылығы министрлігінде елге қолжетімді картоп бар болса, енді саудаға, нарыққа енгізуге не кедергі? Әлде екі министрліктің арақашықтығы тым ұзақ па? Сұрағыңызға рахмет. Сіз дұрыс айттыңыз. Менің әріптесім сізге ақпарат берді. Қазіргі таңда нарықта өзіміздің өндірілген, шығарған картоп жеткілікті. Кеше ғана біздің сауда желілеріне тізім жібердік. Қосымша тізім 15 мың тонна картоп 240 теңгеден. Енді сіз білесіз ғой, 220-240 сондай бағамен біздің өндірушілер жаңағы транспорттық шығыстарын қосқанда осындай бағамен сатуға дайын. Енді мына жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, бұл сауда желілерінің мәселесі ма, әлде қандай, оны себебі қандай? Біз бұл мәселені жан-жақтан қарастырып, бізде 100-ге жуық енді әкімшілік іс біз қозғалдық. Мына наценка туралы 15%-дің аспау ондай жағдайда біз енді білесіз ғой, біз айыппұл саламыз. Қазіргі таңда ешқандай бізде фактілер жоқ. Мысалы, сіз жаңағы айттыңыз ғой, Small, Magnum, олардың бағасы қазір 180 теңге де бар. Мысалы, егер импорттың картопы да бар, ол 300-ден де бар, ондай әртүрлі бағалар бар. Бірақ қазіргі таңда біздің картоп жеткілікті, ешқандай картоппен ешқандай бағалар проблема жоқ. Өткен аптаның индексі алатын болсақ, бағаның индексі 0,6%-ға түсті. Мына екі апта бұрын салыстырғанда, бағаны салыстырғанда 0,6%-ға түсті бағасы. Оразаның қарсаңында қандай да бір азық-түлік бағасына қатысты өсім болып кетуі мүмкін бе, ажиотаж болуы мүмкін бе осы? Керісінше мен ойлаймын, ажиотаж қандай болмайды. Біздің сауда мысалы желілер, олар шаралар өткізетін болады. Мына жаңағы акция дейді ғой, бағаны артыру емес, жаңағы бағаны төмендету үшін, түсіру үшін. Мен ойлаймын, нақты шаралар өткізетін болады бар. Яғни оразаның кезінде баға көтеріліп кету қаупі жоқ қой сіздің? Жоқ. Қазақстан қарулы күштері Ресейдегі әскери фаратқа қатыса ма? Ал ел ішіндегі әскери фаратқа қанша қаражат жұмсалады? Қазақстанның қорғаныс күштері биылғы жылы Ресейдің фаратына қатыса ма? Биыл қатысады. Қанша көлемде қатысады және әскери техникамен бара ма? Жоқ, тек қана сарбаздар болады, бір топ. Биыл Қазақстанның қорғаныс күштері, қорғаныс министрлігі ішкі фаратқа қанша қаражат жұмсады? Вы задаете вопрос, который отвечал передо мной мой коллега. 2,5 миллиарда выделяется на проведение парада. Основные денежные средства будут задействованы в рамках боевой подготовки, организации передвижения, питания и командировочных расходов. Семейдегі мектептегі зорлық-зомбылық оқиғасы не белгілі? Әлеуметтік желіде тараған видео елді дүр сілкіндірді. Шарасыз баланы аяусыз соққыға жыққан мектеп оқушыларының қатыгез әрекеті көп жағдайда бүркемелеп жасыруға тырысатын мектептегі әлімжеттіктің бір ғана көрінісі. Бесігінен бүлінгендер баланы басынан ұрып, үстіне секіріп мазақ еткен сәттер камераға түсірілген. Күші тасығандар баланы аяусыз әрі агрессивті түрде мазақ етеді. Оқиғаға қыз балалар да қатысқан. Оқиға бойынша барлық қатысушылар анықталып, ата-аналарымен бірге полиция бөліміне жеткізілді. Қылмыстық іс қозғалып, жасөспірімдер полицияның бақылауына алынды. Ата-аналар тәрбиелік міндеттерін орындамаған үшін жауапқа тартылды. Ал мектеп әкімшілігі де жазадан тыс қалмады. Номері 9 мектептің директоры жұмысынан босатылып, тәрбие ісі жөніндегі орынбасарына қатаң сөгіс берілді. Полиция департаментінің мәліметінше, комиссия 3 жеткіншектің
әке шешесін ата-ана құқығынан айыру туралы шешім қабылдаған. Ал 4 бала арнайы мектеп-интернатына жіберілуі мүмкін. Бүгінгі апталық шоуда осы. Лайк басып, пікір қалдырамыз. Сіздің қолдау біз үшін қашанда маңызды.